Пайғамбар алейхиссалату вассалам жақсы орта мен жаман ортаны бір керемет теңеумен теңестіріп бізге айтып береді. Жақсы орта мен жақсы доспен араласу ол әтірханаға кіріп шыққаның сияқты дейді. Әтірханаға кіресің, ештеңе сатып алмайсың, бірақ ана жердегі хош иістен бүкіл денең хоштанып шығады да, ештеңе алмауың да мүмкін, бірақ пайдасын көресің да, иістеніп шығасың. Тура сол сияқты жаман ортамен араласудың өзі де бір ұстаханашыға кіріп шыққанмен тең дейді. Ұстаханаға кіресің, мүмкін одан ештеңе алмауы мүмкінсің, бірақ күйе болып, шаң-шаң болып, немесе түтін сасып шығасың да. Тура сол сияқты осы өмірде де жақсы дос пен жаман достың ара-жігін айыра білу өте маңызды. Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады: «Ар-ражулу ала дини халилихи фальянзур ахадукум ман юхалилу» дейді. Сендер өздерінің достарының мінезінде боласыңдар дейді. Достарыңның дінінде боласыңдар, жан дүниесінің жағдайында боласыңдар. Сондықтан да қарап көріңдер жан-жақтарыңа, кіммен дос болып жүргендеріңе мән беріп көріңдер дейді. Негізі әл-ахиллау яумайзин ба'духум ли ба'дин аду иллал муттақин дейді ғой. Ертең ана дүниеде, осы дүниеде доспын деп жүріп, бірақ ана дүниеде жау болып қалатындар, дұшпан болып қалатындар болады. Тек қана иллал муттақин, тек қана Алланың жолында дос болғандар, бір-бірін жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтарғандар ғана нағыз дос болып тіріледі дейді. Сол үшін негізі достың да досы бар. Қазақ ата-бабамыз айтқандай, жаңағы тұлпардың да тұлпары бар, қазанаты бір бөлек, жігіттің де жігіті бар, азаматы бір бөлек демекші, достың да досы болады негізі.